Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Алмагүл дәл осындай ерекше тамақтың рецептімен келдім. Осы тамақты сіздер де жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай. Жұмыстан келгенде қорып бетіне макарон қойып тез пісіресің тамақтардың бірі. Рецепті жоғалтылмашы. Міндетті түрде каналыма алдымен подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар. Алдымен осылай қызып тұрған майымыздың үстінен туралған пиязымызды салып, кішкене қорып, оның үстінен осылай аздаған фаршымызды салып, оны да біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Пияз екеуін жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше астардың бірі. Енді үстінен осылай төрт бұрыштет тураған картоптарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл біздің подливамыз. Дәл осылай барлығын дайындап алатын боламыз, қуырып. Онан соң үстінен осылай аздаған дәмін жақсы болу үшін осылай томат пастасын қосамыз. Одан кейін 2-3 дана осылай лавр жапырағын қосатын боламыз. Ол біздің тамағымызға ерекше дәм береді. Оның үстінен осылай туралған 3-4 тісше осылай чесногымызды қосып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Барын араластырып алғаннан кейін татымына қарай тұзымызды және қара бұрышымызды салып, тағы да біраз уақыт кішкене араластырып қуырып алатын боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес береміз. Жасалу жолы да өте оңай. Түскі асқа не болмаса кешкі асқа жасап көрсеңіздер болады. Фарштың орнына ет қосып қолдансаңыздар да болады. Мен үйдегі аздаған фаршымды қосып жасадым. Дәл осылай кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен осындай дөңгелек лапшаларымызды тамағымыздың, яғни подливамыздың бетіне осылайша теріп шығатын боламыз. Барлық жеріне осылайша теріп дайындап аламыз. Одан кейін үстіне осы лапшаларымызды жауып тұратындай етіп су құятын боламыз. Кемінде 1,5-2 стакандай су құямыз. Барлығын құйып алғаннан кейін осылайша барлығын дайындап аламыз. Енді үстінен 1,5-2 бокалдай су құятын боламыз. Барлығын құйып алғаннан кейін қақпағын жауып, тамағымызды пісіруге қоятын боламыз. Қайнағанша қоямыз. Осылай қайнап шығатын болады. Кішкене біраз уақыт қайнағаннан кейін дәл осы видеода көрсеткендей етіп, вилканың көмегімен лапшаларымыздың екінші бетіне аударып, дәл осылай тағы да 3-4 минут бұқтырып пісіріп аламыз. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша укроп сеуіп, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Осымен тамағымыз дайын. Рецепті болса каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар, назарларыңызға